дәрістің тақырыбын жазайық онда, балалар. Оқытудың жаңа технологиясы бүгін. Қатысымдық когнитивтік технология туралы айттық. Жалпы қазақ педагогикасында, қазақ білім беру жүйесінде, қазақ елінің білім беру жүйесіндегі кеңінен қолданылып жатқан технологияларға тоқталамыз. Пәніміздің бұл пән емес, неміздің тақырыбымыз, дәрісіміздің тақырыбы оқытудың жаңа технологиялары. Осы уақытқа дейін біз көптеген технологияларды атап айттық. Соның ішінде аталмаған технологиялар болса, соларға тоқталайық. Қарлығаш, есімізге салыңызшы, қандай технологияларға тоқталдық біз күні бүгінге дейін? Бірінші семестр, бірінші аралықты өттік қой. Бірінші аралықта қай технологияларды көбірек айттық? Атап айтқанда, кітаптарды бердім сол технологиялар туралы. Қарлығаш, Жанат, естеріңізге түсіріңіздер. Оқытудың жаңа технологияларына байланысты. Жобалай оқыту технологиясы туралы әңгіме болды ма? Қарлығаш. Жоқ, лингводидактикаға көбірек тоқталдық. Лингводидактикаға тоқталдық. Оқытудың когнитивті қатысымдық технологиялар туралы айтылды ғой. Қатысымдық когнитивтік технологияны кластермен беріп едім ғой сізге. Есіңізде ме? Соған байланысты постер жасап келіңіздер деп. Ашып көріңіз семинар сабақтарында. Ксеро көшірмесін жасап алғансыз, қатысымдық когнитивтік технология дегенде. Ксероксы бар менде. Ашып қараңызшы, сол жерде қандай технологияларды есіңізге түсіріңіздер, қыздар біраз нәрсе ұмытып қалған сияқтысыздар ғой. Қарлығаш, жылдамырақ. Так. Қатысымдық технология. Фаузия Шамсиқызы Оразбаеваның сөйлеу әрекетінің 5 түрін атаңыздаршы. Оқылым, айтылым, Жанат. Тыңдалым, жазылым және көрсетілім. Жоқ. Сөйлеу әрекетінің 5 түрлерін атаңыздаршы, кәнекей. Оқылым, айтылым, тыңдалым. Жақсы, осы сөйлеу әрекетін іске асыруға байланысты қатысымдық оқыту технологиялары. Жобалай оқыту технологиясы бар. Дебат технологиясы деген естулеріңіз бар ма? Дебат технологиясы. Кім біледі дебат технологиясы туралы? Айта аласыздар ма? Топтастыру технологиясы, ұжымдық оқыту технологиясы, дамыта оқыту технологиясы деген сияқты көптеген технологиялардың атауларын. Өткенде монография бергенде жобалай оқыту технологиясы. Сол монографияда осылар бар болатын. Естеріңізге түсіріңіздер, қыздар, кеше мерекеден біраз нәрсені ұмытып қалған сияқтымыз ғой. Қазір бірнеше технология, жалпы технология деген сөз, технологияның түрлеріне тікелей көшпес бұрын, технология менен әдістеменің айырмашылығын есімізге бір түсіріп алайықшы. Қазақ тілін оқыту әдістемесі нені зерттейді? Қыздар, мектепте сабақ бердіңіздер, жоғары оқу орнында сабақ беріп жүрсіздер, білесіздер. Әдістеме нені зерттейді? Оқытудың түрлерін, оқытудың әдістерін, тәсілдерін, жолдарын, амалдарын қарастырады, солай емес пе? Ал технологиясы, оқыту технологиясы қыздар. Оқыту технологиясы нені қарастырады? Технологиясы қандай да іс-әрекетті біз ара-жігін ажыратып бергенбіз, естеріңізде ме? Так, кәнекей, оқыту технологиясы әдістемеден қандай айырмашылығы бар? Немесе технологияда әдістеме іспеттес нені оқыту керек, қалай оқыту керек, кімді оқыту керек деген сұрақтарға жауап береді, осылай емес пе? Бұл да оқытудың шеберлікпен оқытуды қарастырады, ұтымды оқытуды қарастырады. Сонымен қатар технология тағы да қазір мынау басқаша қойыншы сұрақ сіздерге. Жаңартылған білім беру мазмұнында жалпы мақсатымыз не? Жаңартылған білім беру мазмұнының мақсаты не бұл, қыздар? Мақсат не? Не қалыптастырамыз біз мектепте қазір? Тұлға қалыптастыру, нәтижеге бағытталған білім беру. Өте жақсы, есіңізге түсті. Нәтижеге бағытталған білім беру, тұлға қалыптастыру мақсатымыз, солай емес пе? Ал енді мынау технологияның әдістемеден бірден бір ерекшелігі бұл шеберлікпенен ұтымды әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып нәтижеге бағыттау. Қалай нәтижелі оқытуға болады? Сіздермен біздің нәтижеміз тұлға. Ал тұлға дегеніміз қандай болу керек? Қалай түсінесіздер? Тұлға дегеніміз қандай құндылықтармен қарулану керек? Тұлға деген ұғымды қалай түсінесіздер, қыздар? Қандай болу керек тұлға деген? Мысалы, адам дейміз, кісі дейміз, тұлға дейміз. Қандай болу керек? Кешегі Абайменен айтсаңыздар болады, толық адамменен шықсаңыздар болады. Тұлға қандай болу керек ең алдыменен? Қандай құндылықтармен қарулану керек, балалар? Енді бұл деген логикалық сұрақ қой қазір, қойып отқаным. Қандай құндылықтармен қарулану керек тұлға? Ең алдымен? Білімді болу керек. Сосын, ал енді кімнің, Әлихан Бөкейханның ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден деген бар, есіңізде ме? Осыны қандай мінезден деп отқаным, ол көркем мінезді айтып отыр ғой, солай емес пе?
нұрлы ақыл. Иманнан деген, егер ол түп нұсқасын қарайтын болсақ, иман дегеніміз, имандылық ол көркем мінез. Ал, яғни адамгершілік қағидаларымен қарулану керек пе? Ол Абайда да бар жолы қатарында. Ол 1150 жылдығын атап өткен отқан Ахмет кімнің? Әлихан Әл-Фарабида да бар, қайырымды қала, қайырымды адамында. Яғни адамгершілікпен қарулану керек. Тағы да тұлға қандай болу керек? Қазіргі бүгінгі таңдағы тұлға бәсекеге қабілетті болу керек пе? Бәсекеге қабілетті. Бәсекеге қабілетті. Тағы да сыни тұрғыдан өте дұрыс. Жарайсың, Қарлығаш, дұрыс. Қарлығаш жақсы. Сыни тұрғыдан ойлау қабілеті болу керек. Кез келген нәрсеге сыни тұрғыдан көзқарасы қалыптасу керек. Солай ғой. Тағы да қандай ұлттық құндылықтармен қарулану керек? Отан сүйгіш болу керек пе? Патриот болу керек пе? Патриоттық сезім болу керек. Кез келген тұлғада патриоттық сезім міндетті түрде болу керек. Тағы да білімді, тағы да. Енді адам баласына тән жағымды қасиеттерді атай беруге болады, сонда тұлға болып шыға келеді. Кәнекей балалар. Тәрбиелі. Тағы да, жақсы, тағы да. Толерантты деген сөз бар ма бүгін таңда? Толеранттылықты қалай түсесіздер? Жанат, толерантты дегенді қалай түсесіздер? Толерантты деген сөз онша толық түсінбеймін, мағынасын апай. Мағынасын түсінбейсіз бе? Толеранттылық деген Қарлығашты қалай түсесіз? Толеранттылық дегенді. Барлығына шыдамдылықпен қарау, түсіністікпен қарау. Шыдамдылық деген сөз ғой, толерантты болу деген сөз, шыдамдылық деген сөз. Шыдамдылық. Сонменен, балаларды түсіну деген бар. Балаларды түсінуді қалай осы ұғымды қалай ашып айтуға болады? Балаларды түсіну, оқушыларды түсіну. Балалар деп отқан оқушылар, оқушыларды немесе қазір жоғары оқу орнында сабақ берсеңіздер, студенттерді, бір сөзбен айтқанда білімгерлерді түсіну дегеніміз не? Өзі солардың орнына қойып, дұрыс айтасыз, солардың позициясына тұру. Дұрыс, ары қарай Жанат. Сезімін бағалау кіре ме түсінуге? Сезімін бағалау кіреді. Так. Сосын олармен санасу деген сөз бір сөз береді. Олармен санасу. Білімгерлермен санасу. Жақсы. Оларға өктемді көрсетуге болмайды. Тағы да не істеу керек? Баянды тәрбие жүргізу керек педагог. Осы орайда баянды деген сөзді қалай түсінесіздер? Педагог баянды тәрбие жүргізу керек. Білімгерлерменен. Ұзақ, тұрақты деген баянды. Ұзақ, тұрақты. Егер бақытымыз баянды болсын десек, ұзақ, тұрақты деген келеді. Жақсы. Оқушыларды немесе білімгерлерді түсіну дегеніміз, ол адамдарды тәрбиелеудің тамаша шеберлігін игеру деген сөз. Осыған келісесіздер ме? Білімгерлерді түсіну дегеніміз, оларды тәрбиелеудің тамаша шеберлігін игеру. Оларды тәрбиелеудің тамаша шеберлігін игеру деген сөз. Осында бір қорытынды жасаған келеді. Енді осы орайда оларды түсінудің тамаша шеберлігі. Шеберлік дегенде технологияларға келіп тоқтағым келіп отыр. Қазір мен сіздерге бірнеше технологиялардың аттарын беремін. Үлгергенімізше бүгін талқылаймыз, үлгермегенімізді ары қарай тапсырма ретінде аламыз. Сонымен жаңа технологиялар туралы түсініктер, бүгін оқытудың технологиялары дедім. Оқытудың ізгілендіру технологиясы, алғашқы технологиямыз оқытудың ізгілендіру технологиясы, дебат технологиясы, екінші дебат технологиясы, модульдік технология, келесі модульдік технология. Соны естілмей кетті апай. Бірінші ғана естілді. Оқытудың ізгілендіру технологиясы естілді ме? Иә, естілді. Дебат технологиясы бар ма? Дебат. Модульдік технология. Мен сіздерді көрмей отырмын, қыздар. Енді шықтыңыздар. Мені көріп тұрсыңдар, Қарлығаш? Көрмей тұрсыңдар ма? Арырақ отырайын ма шамалы? Көрдік апай, көрдік. Так, жабысып алған ғой, компьютерлік жақта болған ғой. Так, модульдік технология бар ма? Компьютерлік технология? Компьютерлік технология? Жекелеп оқыту технологиясы? Жекелеп оқыту технологиясы? Топтастыру технологиясы, үлгеріп жатырмыз ба? Топтастыру технологиясы? Ары қарай, бағдарламалық технология? Бағдарламалық технология? Дамыта оқыту технологиясы? Дамыта оқыту технологиясы? Дамыта оқыту технологиясы? Ұжымдық оқыту технологиясы?
ұжымдық оқыту технологиясы. Ұжымдық оқыту. Жобалай оқыту технологиясы. Жобалай оқыту технологиясы. Жобалай оқыту технологиясы. Жобалай оқыту технологиясы.